Сәлем достар, әрбір қазақ тілді ағылшын тілін үйреніп жүрген қазақ оқырмандарының өте көп сұрайтын сұрақтарының біреуі бұл артикль the. Қай кезде осы the деген артиклді қолданамыз, қай кезде қолданбаймыз, қай кезде немесе n қолданамыз деп сұрайтын кісілер менде өте көп. Қазір сіздерге сол тақырыпты жақсылап ашып беретін боламын. Бұл the деген артиклдің қолданыс аясы өте кең достар. Сол себепті қазір мен сіздерге 12 түрлі пункт жасап қойдым. Осы 12 түрлі пункттарды жеке-жеке түсіндіріп беретін боламын. Мұқият тыңдаңыздар, кеттік. Ең алдымен the артиклі егерде бір зат әңгіме барысында бірнеше рет айтылатын болса, бұл жерде дейді when already mentioned дейді. Егерде осыған дейін бір рет ол зат туралы әңгіме айтылған болса. Мысалы, I got your book. Мен сенің кітабыңды алдым дейді. The book is amazing. Кітап өте тамаша дейді. Мына жерде қараңызшы, I got your book. Мен сенің кітабыңды алдым. Бұл уже бір рет айтылған нәрсе. Яғни сенің кітабыңды алдым. Қай кітап алғандығы нақты белгілі. Сосын не деп жатыр? Сол кітап өте тамаша дейді. Яғни нақты бір кітап туралы айтып жатыр. Ол кітап туралы осы әңгіменің алдында айтылған болатын. Сондай жағдайда біз the артиклін міндетті түрде қолданады екенбіз. Мына жерде. Келесі сөйлемге қараңызшы. She paid me. Ол маған төледі дейді. Ақша төледі, видимо. The payment was good. Төлем өте жақсы болды дейді. Төлем жақсы болды дейді. Яғни жақсы ақша төледі деген сөз. Яғни төлегендігі белгілі. Екінші жақта не дейді? Сол төлем туралы әңгімені ары қарай өрбітіп жатқандықтан міндетті түрде the артиклі қолданылуы керек. Екінші түрлі жолы бар. Use the when there is only one of something. The артиклін дейді, егерде бір заттың белгілі бір төңіректе, белгілі бір жерде, мекенде тек біреу екендігі белгілі болса, немесе ондай нәрселердің көп кездеспейтіндігі белгілі болса, онда нақты бір затты сен меңзеп айтасың ғой сол кезде. Мысалы дейік, мына бөлменің ішінде бір-ақ кресло бар. Мен не деймін? The sofa деп айтамын. Ой, диван болатын болса, the sofa деп айтамын. The armchair деп айтамын. Түсіндіңіз бе? Яғни мен бұл бөлменің ішінде болады басынан бастап бір заттың бар екендігін, бір креслоның бар екендігін меңзей отырып айтатын болсам, онда ол the деген артиклді алатын болады екен. Мысалы қараңыз. Where is the bathroom? Дәретхана қай жақта дейді. Түсіндіңіз бе? Енді бір бөлменің ішінде, бір үйдің ішінде көбінесе бір-ақ дәретхана болады ғой. Соны меңзей отырып айтқандықтан бұлар the деген артиклді бұл жерде қолданады. Қараңыз. We went to the forest near your place. Біз сенің тұратын жеріңнің төңірегіндегі орманға бардық дейді. Яғни сіздің тұратын жеріңізде бір-ақ орманның бар екендігі айтпаса да түсінікті нәрсе. Сол себепті мен нақты бір орманды айтып тұрғандықтан the артиклін осы жерде қолданады екен. Келесі. Define particular person or thing дейді. Particular деген сөз нақты деген сөз. Нақты белгілі бір адамды немесе бір затты сипаттаған кезде. Define деген сипаттау деген сөз. The man who scored is famous. Гол соққан адам атақты дейді. Яғни нақты бір адамды айтып жатыр. The man who scored. Яғни адамдар көп, ол жерде бір футбольный поле деп ойлаймыз. Адамдар көп, бірақ солардың ішіндегі гол соққан адам өте атақты адам деп айтып жатыр. Түсіндіңіз бе? Нақты бір адамды айтып жатырмыз. I saw the car outside. I saw the car outside. Мен сыртта көлікті көрдім дейді. Яғни сыртта басқа нәрсе жоқ, бірақ көлік бар деген сөз. Сол көлікті көрдім деген мағынаны айтады. Яғни нақты бір көлікті меңзеп тұрған кезде біз the артиклін қолданады екенбіз. Төртінші жағдай бар, before superlatives and ordinal numbers дейді. Superlatives деген сөз бұл қазақ тілінде асырмалы шырай дейді. Мысалы, ең биік, ең тамаша, ең қымбат деген нәрсені ағылшын тілінде superlatives деген ереженің түрі бар. Сол жерде қолданамыз. Мысалы, the biggest, the richest, the highest, the hardest деген тіркестерде. Мысалы қараңыз. The hardest time for the world. Әлем үшін ең қиын кезең деген сөз. Яғни ең деген мағынаны білдіретін қолданысқа ие болады екен осы the деген артикль. Келесі ordinal numbers. Ordinal numbers деген сөз
реттік сан есімдер деген сөз. Яғни ретін көрсетеді. Бірінші, екінші, бесінші деп көрсететін кезде the артиклі қолданылуы тиіс екен. Мысалы, the third guy is really quick. Үшінші бала өте жылдам екен дейді. Яғни үшінші деген кезде біз the-ні қолданамыз. The third, the first, the second, the fourth, the fifth деп айтады екенбіз. Бесінші түрлі жағдайда біз the-ні қолданамыз. Before adjectives to refer to a whole group of people. Белгілі бір сын есімдердің алдына қолданылады дейді. Егерде ол сын есім белгілі бір топ адамдарды, белгілі бір группаны, ұлтты, нәсілді білдіретін болса, ондай жағдайда біз the-ні қолданамыз. Мысал қараңыз. The Muslims will have Ramadan in April. Мұсылмандар дейді, апрельде, яғни сәуір айында Рамадан болады оларда дейді. Яғни Рамазан айының келетіндігін айтып жатыр. Мұсылмандарда дейді. Мұсылмандар деген сөз адамзаттың ішіндегі белгілі бір ислам дінін ұстанатын адамдардың тобы болғандықтан біз нақты сипаттап тұрмыз сол адамдарды. Сол үшін the қоямыз алдына. The elderly require a care дейді. The elderly require a care. Elderly деген сөз, elder деген үлкен деген сөз. Яғни жасы үлкен, қарт кісілер деген мағынаға келеді. Elderly require a care. The elderly қолданылады. Көрдіңіз бе? Сипаттап тұр, сын есім. Адамдардың ішіндегі жасы үлкен бір адамдардың бөлігі деген сөз. Яғни белгілі бір топты баяндап тұр. Алтыншы түрлі жағдай бар. The with decades дейді. Яғни декадалар, бір 10 жылдықтар, бір белгілі бір уақыт аралықтарын айтады. Мысалы, дети 90-х деген тіркес бар, орыстарда. Сондай жағдайда 90-х, 2000-х, 2010-х деген сияқты. Сондай жағдайларда қолданылады. Мысалы, I was born in the 90s. Мен 90-дарда туылғам деген сөз. Яғни сондай бір декаданы 10 жылдықты сипаттайтын кезде біз the артиклін қолданады екенбіз. Clauses, жетінші жағдай. Clauses with only дейді. Only деген тек деген сөз, жалғыз деген сөз, бір тек деген мағынаны білдіреді. Сол only деген сөздің алдында міндетті түрде қолданады екен. Мысал қараңызшы. The only son of him. Оның тек баласы деген сөз, яғни жалғыз баласы деген мағынаны білдіреді. Only деген сөздің алдына the қолданылады. The only apple you got is mine. Сенің қолыңдағы, яғни сендегі жалғыз алма менікі деген сөз. The only apple. Көрдіңіз бе? The. Сегізінші жағдай бар. Geographical areas, rivers, mountains, group of islands, canals and oceans дейді. Яғни географиялық бір төңіректер, өзендер, таулар, аралдардың жиынтығы, немесе каналдар, мұхиттар, осылардың аттарын сипаттаған кезде біз the артиклін қолдануымыз керек. Мысалы, they are traveling in the Arctic. Арктикалар, яғни Арктика тарапында деген мағынаны білдіреді. The Arctic. Көрдіңіз бе? I will go on a cruise down the Nile. Нил, яғни Ніл өзені төңірегіне мен круизға барам дейді. Тоғызыншы түрі бар екен. Countries with plural names. Белгілі бір мемлекеттердің атаулары көпше түрде аталады екен. Мысалы, Нидерланды, Филиппины деген сөзі. Қараңызшы, I have been to the Netherlands in 2017. Мен Нидерландыда 2017 жылы болдым деген сөз. Who is from the Philippines? Кім Филиппины жақтан деген сөз. The Philippines. Егер де белгілі бір мемлекеттердің атауларында республика, патшалық, штат, немесе kingdom, states, republic деген сөздер қайталанатын болса, айтылатын болса сол сөздер мемлекеттердің атауларында, ол кезде the артиклі қолданылады. Мысалы, the United States is the best. The деп осы жерде бір қолданып тұр. Is the best деген кезде бағана сіздерге айттым. Before superlatives, яғни ең мықты, ең күшті деп айтатын кезде сол асырмалы шырайлардың алдында қолданамыз. The Republic of Kazakhstan is my country. Қазақстан Республикасы менің елім деген сөз. The Republic. 11-ші жағдай бар.
Names of families but not individuals. Белгілі бір отбасылар болады, әулет дейміз қазақшада. Сол әулеттердің атаулары аталған кезде бір жеке адамдардың аттарына қатысты болмайды. Әулеттің атын біз the деген тіркеспен атайды екенбіз. Мысалы, the Browns are the richest here. Браундықтар, яғни Браун отбасы деген мағынаға, Браун әулеті деген мағынаға келеді. Ең бай адамдар осы төңіректегі деген сөз. 12-ші жағдай бар. Names of newspapers, buildings, hotels, тағы басқалар. Мысалы, бір газеттердің, ғимараттардың, музейлердің, отельдердің, белгілі бір монументтердің атауларының алдында да біз the қолданады екенбіз. Мысалы, The Guardian is a British newspaper. Guardian бұл британдық газет деген сөз. The Louvre is in Paris. Louvre Парижда орналасқан деген сөз. We stayed at the Hilton. Біз Hiltonда қалдық, яғни Hilton отелінде деген мағынаны білдіреді. Қысқаша түрде The Hilton деп айта саламыз. Осылайша достар, біз the артиклінің қолданыс аясын үйренген болдық. Сіздерге осы видеоның жалғасы ретінде the артиклінің қолданылмайтын тұстарын үйрететін боламын. Осыларды да үйреніп алыңыздар.